Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Әдеби бағдарлама жобасы аясында сіздердің назарларыңызға Әлібек Файзоллаұлының «Өтірік айтпайтын күн» шығармалар жинағын ұсынатын боламыз. Жинақ 2021 жылы балалар жылы аясында Таймас баспа үйінен басылып шыққан. Жинаққа жазушының әңгімелері, хикаяттары, аңыз дастандары, сахналық қойылымдары енгізіліп отыр. Жазушының шығармалары жас оқырмандарды адалдыққа, кішіпейілділікке, адал дос болуға, бір-біріне қамқор болуға тәрбиелейді. Жинақтың ішінен бір-екі шығармаға тоқталатын болсақ, бірінші шығармасы «Көлеңке дос» деп аталады. «Көлеңке дос» әңгімесінде кішкентай балалардың бір-біріне деген адал достығы туралы әңгімеленеді. Бұл жерде айта кететін болсақ, Ерік пен Мамыт деген екі бала бір күнде бірге ойнап жүреді. Бір күні Мамыттың велосипеді сынып қалады. Сосын Ерік онымен ойнағысы келмейді, себебі велосипеді жоқ. Сосын Мамыт оған ренжиді: сен көлеңке дос екенсің дейді. Ерік оның мағынасын түсінбейді, бірақ үйіне барып атасынан сұрайды: ата, көлеңке дос деген не дейді? Атасы оған түсіндіріп береді көлеңке достың не екенін. Ерік өзінің Мамытпен ойнамай кетіп қалғанына өкінеді. Енді екінші шығармасы «Өтірік айтпайтын күн» деп аталады. Осы жинақпен аттас әңгіме. Бұл әңгіме балалардан гөрі ересек адамдарға оқуға кеңес беріледі. Себебі бұл жерде балалардың өтірік айтуға негізгі себепші болатын ересектер екен. Өйткені балалар кішкентай кезінен ата-аналарынан тәрбиені үйінде жағдайларға қарап өтірік айтуға үйренеді екен. Мысалы, үйге біреу қоңырау шалса, әңгіме желісі бойынша, мысалы, үйге біреу қоңырау шалатын болса, мені үйде жоқ деп айта сал, немесе мектепке жиналысқа шақырса, ата-анамның қолы тимейді деп айта сал деп, үлкен адамдар, үйдегі ересектер өздері өтірік айтуға балаларды тәрбиелейді екен. Бірақ оны өздері бақыламайды. Бұл әңгімені оқи отырып, ересектердің өзі тәрбие алады. Енді әңгіме желісі бойынша жаңағы кішкентай екі бала өзенге суға түсуге барғысы келеді де, ата-анасына өтірік айта салады: біз көршіде боламыз деп. Олар оны тіпті ойламайды да, өтірік айттық деп. Сөйтіп өзен кетіп қалып, арты өкінішті жағдайға әкеп соғады. Егер де ата-аналары үйлерінде олай сақ-түйек болса да, бір өтірікке тәрбиелемейтін болса, онда балалар да өтірік айтпайтын еді деп түйінделеді әңгіменің желісі. Кітапханаға келіп оқыңыздар, кітапты алып оқыңыздар. Ішінде, сонымен қатар кітаптың ішінде сахналық қойылымдар топтастырылған. Сахналық қойылымдар мектеп сахнасында қоюға өте ыңғайлы, сөздері жеңіл.